Бүгін антикорлар жобасы аясында мен Ақатаев Талғат Қабдешұлы, осы Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен колледжінің басшысы, сіздерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндамамды ұсынамын. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық мәселесі барлық әлемді алаңдатып отырған аса өзекті мәселелердің бірі. Сыбайлас жемқорлықпен күресу, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері қазіргі таңда саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдерге ортақ. Қазақстандық қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы этика мен мәдениеті мәңгілік ел, сыбайлас жемқорлық жоқ ел, өркендеуші мемлекет идеологияларының адам, еркіндік, ынтымақтастық, болашаққа талпынушылық секілді әмбебап құндылықтардың және заң, әділдік, тең құқықтық секілді іргелі ұғымдардың төңірегінде құрылған. Осы біздің жас ұрпақтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана сезім қалыптастыру жөніндегі білім беру және тәрбие жұмыстары қазақстандық қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында сыбайлас жемқорлықты туғызатын және соған себеп болатын себептер мен шарттарды жою жөніндегі мемлекеттік сыбайластық жемқорлыққа қарсы саясаттың бір бөлігі болып табылады. Бұл тұрғыдан алғанда білім берудің аса маңызды бағыты сыбайлас жемқорлық көріністерін қабылдамайтын білім ортасын құру. Сыбайлас жемқорлықты қабылдамайтын адамгершілік деңгейі жоғары, адамгершілігі мүліксіз азаматтарды тәрбиелеу болуда. Бүгінде жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу жұмыстарына зор көңіл бөлу керек. Азаматтық қоғамды нығайту және дамыту, құқықтық көзқарас тұрғысынан сауатты, өзінің азаматтық құқықтары мен міндеттері туралы қажетті ілімдерге ие, бұл білімдерді күнделікті өмірде қолдануға қабілетті, сыбайлас жемқорлықтың өзінің азаматтық құқықтарының бұзылуы деп түсінетін және бұл құқықтарды қорғауға дайын азаматтарды тәрбиелеу қажеттілігі Қазақстанның барлық білім беру мекемелерінің өзекті міндеті болып отыр. Енді біздің Қосым Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-кен техникалық колледжі осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы колледж қызметкерлерінің, ата-аналардың және жас ұрпақтың сана сезімін қалыптастыру аясында іс-шаралар өткізілді. Осы іс-шаралардың өткізудің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы Қазақстанда өмір сүруге бағытталған патриоттық және бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелеу міндеті. Колледж қызметкерлері, ата-аналар мен студенттер үшін сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қолайлы жағдай туғызу. Колледжшілік бақылауды жүзеге асыру, студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Осы біздің колледжде сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік ахуалын қалыптастыруды қамтамасыз ету мақсатында келесі іс-шаралар өткізілді. Бірінші, 2019-20 оқу жылында саналы ұрпақ клубы құрылды. Бастапқыда клуб мүшелерінің саны 20 студент болды. Қазіргі таңда клубта 220 студент бар. Болашақта клуб мүшелерінің саны артатынына сенемін. Клуб мүшелері қалалық, облыстық іс-шараларға белсене қатысып, сыбайлас жемқорлық түсінігі бойынша жоғары нәтижелер көрсетті. Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы атты сынып сағаттары 2020 жыл қыркүйек айында колледж студенттері арасында онлайн форматта өткізілді. Абыройлы ұстаз акциясы өткізіліп, бірінші, екінші студенттердің қатысуымен, курстарының студенттерінің қатысуымен. Сыбайлас жемқорлық деген не атты викторинасы қазан айында тарих пәнінің оқытушы Толқын Амантайна Бүркенбекова бірінші курс студенттер арасында өткізді. Сыбайлас жемқорлықсыз сессия атты акциясы желтоқсан айында саналы ұрпақ клубы мүшелері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жетекшісінің кеңесшісі студент Төлегенұлы Муслим өткізді. Ата-аналар мен студенттермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 2020 жылы желтоқсан айында колледж инспекторы сұхбаттасу өткізді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу атты тақырыпта 2020 жылы қаңтар айында бірінші, үшінші курс студенттер арасында
дәріс өткізілді. Саналы ұрпақ клуб мүшелері облыстық конференцияларға тұрақты түрде қатысып отырады. Қайырымдылық тақырыбына сынып сағаттар ай сайын өткізіледі. Қаңтар айында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша бірінші курс студенттер арасында суреттер мен плакаттар байқауы өтті. Осы айда бірінші, екінші курс студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы бейне роликтер түсірді. Студенттер арасында жемқорлықтың алдын алу бойынша сауалнама жүргізді. Осы жылдың наурыз айында барлық өткізген іс-шаралар колледж сайтына, әлеуметтік желілерде, Instagram, Facebook парақшаларында орналастырылған. Тек таза және адал еңбек қана өскелең ұрпақ үшін табыстылықтың, жоғарғы жетістіктердің, білім мен материалдық игіліктің басты өлшеміне айналуы тиіс. Өскелең ұрпақ тәрбиесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда түбегейлі маңызды рөл атқарады. Тек ерте жастан бастап мінез құлықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратындай етіп қалыптау осы әлеуметтік кесапатты жоюға мүмкіндік береді. Сондықтан жастар ұйымдары сыбайлас жемқорлыққа атымен төзбеушілікті насихаттауда ерекше орын алады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда барлық жастар бірлестіктері мен үкіметтік емес ұйымдардың күш-жігерін жұмылдыратын біздің жастар осы істің алдыңғы шебінде осы жастар жүруі тиіс. Ал енді өз ойымда айтатын болсам, осы қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастырып, бір күн, бір жылдық емес, бұл бірталай уақыт алатын ұзақ процесс. Бірақ та біз әркім, әрқайсымыз жеке деңгейде ниеттеніп, өз еркімізбен талаптансақ, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыруды өте тез жылдамдата аламыз. Осы сыбайлас жемқорлықтан азат қоғамның басты құндылықтары мен өз жеке басым Ұлы Абай атамыздың өлеңдерінен оқып, көңілге тоқып отырамын. Мысалы, Ұлы Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлең жолдарының көңіл аударсақ, үзінді оқып берейін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой. Бес асылыс көнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз демекші, айтқанда тамаша жұмақтар екен, осы күнге дейін өзекті. Енді осы жемқорлық деген кесапаттан аулақ болсын, бес нәрседен қашық болу керек. Осы айтқан өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ дегенде, ол біздің дұшпанымыз, бізді жоғарыдан төменге сүйрейтінде осылар. Егер де біз талаптансақ, алдымызға мақсат қойсақ, тек таза, адал еңбек етсек, терең ойлап, ақ пен қараны ажырата алсақ, адалдық пен арамдықты ажырата білсек, адалдықты пір тұтсақ, істеген істеріміз ашық, жариялы болса, әр жасаған қадамымызда жауапкершілік болса, әрбір күнімізге есеп берсек, адалдықпен тапқан еңбегімізге қанағат тұтсақ және қоршаған ортаға рақымшылық жасап, мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, бұл өмірде қателеспейтін, адаспайтын адам жоқ. Сол қателескен, адасқан адамдардың қателерін дер кезінде түзеп, осындай шаралар, іс-қимыл шаралар кезінде сондайды түзеп, дұрыс жолмен жүрулеріне себеп болсақ, ол ары қарай тізбек болып, басқаларға сабақ болар еді. Енді тағы айта кетерім, біз барлық адамдарға жақсылық жасай алмаймыз, жасауға мүмкіндігіміз жоқ. Бірақ біз барлық адамдарға жамандық жасамауға мүмкіндігіміз бар. Осыны естен шығармайық. Осы антикор лайф жобасының негізін құрайтын ұран, бәріміз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз деп ойлаймын деген ұран
дәл келетін уран деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.